Әрбір мектеп бітіруші соңғы қоңырау мерекесін асыға күтетіні анық. Өйткені сол күннен бастап бала жаңа өмірге аяқ басады. Облыс орталығында өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған мекеменің тәрбиеленушілерімен кездесті. Кроме того, вы будете получать... Сіздер шәкіртақы ала аласыздар. Сонымен бірге 18 жастан жоғары балалар жәрдемақы алуға үміттене алады. Бұл 20 жасқа дейін беріледі. Ағымдағы жылы 30 бала балалар үйінен түлеп ұшқан. Олардың 20-сы облыс орталығынан болса, 8 бала Айыртау аудандық мектеп-интернатынан. Тағы екеуі отбасылық үлгідегі балалар ауылында тәрбиеленіпті. Дегенмен жалпы санның тек 12-сі ғана жоғарғы оқу орнына түсуді жоспарлап отыр. Ал өткен 2 жылда 99 пәтер жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған балаларға беріліп отыр дейді. Вообще в области за 10 10 жылдың ішінде балалар үйінен 170 бала түлек атанды. Олардың 70-сі жоғарғы оқу орнында оқиды, немесе оларды тамамдаған. Қалғандары колледж қабырғасын таңдап отыр. Соңғы жылдары бұл балаларды баспанамен қамту шешіліп келеді. Жиында айтылғандай, интернат тәрбиеленушілері алдарына қойған мақсаттарына жету үшін оларға мемлекеттік органдардың басшылары да көмектеседі. Бұл дарынды балаларға айтарым, жолдарың ақ болсын. Біз мына Альбинамен сөйлестік. Ол дәрігер болуды армандайды екен. Біз оған жан-жақта көмектеспек ойдамыз. Ал Вера Григорьева 4-ші сыныптан жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған балаларға арналған интернатта тәрбиеленген. Ол мектеп партасынан орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болуды армандағанын айтады. Бірнеше облыстық және республикалық олимпиадалардың жүлдегері атанған. Балаларды қорғау күнінде ол өңір басшысының атынан сыйлықақыға ие болды. мечтаю поступить. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне түскім келеді. Интернатта оқытқан ұстаздарыма алғысым шексіз. Олардың арасында екінші анам болып кеткендер де бар. Сонымен бірге биылғы жылы балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арнап тағы 30 пәтер берілмек. Ары қарай да баспанамен қамтуда оларға барынша көмек беретінін айтты. Ал кездесу соңында интернат тәрбиеленушілері өңір жетекшісімен бірге естелік суретке түсті.